жол картасындағы 1-4 тармақтағы туризмді дамыту бойынша 23 жылғы облыстық туризм басқармасының атқарған жұмыстары туралы. Маңғыстау облысында туризм саласында көрсеткенге келсек, жалпы былтыр 23 жылы қорытындысы бойынша бізге өңірімізге шетелден және өңірлерінен 390.332 адам келген болатын. Бұл 22 жылмен салыстырғанда 25,8%-ке өсу байқалуда. Жалпы қалалар мен аудандар бөлінісінде қарасақ, барлық көрсеткіштер бойынша негізгі үлес ол Ақтау қаласына тиесілі екенін атап өтуге болады. Себебі барлық ірі және орта орналастыру орындары, қонақ үйлер, хостелдер облыс орталығында, яғни Ақтау қаласында шоғырланғандығына байланысты. Жалпы осы инвестициялық туризм саласының инвестиция жобалар тоқтасақ, былтыр біздерде 25 жұмыс орнын құру арқылы 389 миллион теңге 2 жоба іске асырылды. Бұл көріп отырғаныңыздай Қызылқұм жақтағы, мұнайлы жақта ол эко-өмір глэмпинг, эко-отель, және де Тұқараған жақта сығынды жерде Каспий Лайф, базы демалыс орны, жеке кәсіпкер Адекова. Жалпы биыл біздерде жыл қорытындысы бойынша 3 жоба іске асыру көзделуде. Бұл Жылыжайға жақта орналасқан 3 жоба, өзіңіз білетіндей Фейрман қонақ үйі, сауда қатарлары, таун-центр және де Dream Village виллалар мен пәтерлер. Осы жоба бойынша қазір таңда TEX-тің 2 жоба бойынша қазір таңда біздер Қазақстан даму банкісімен мәселе пысықталуда, қаржыландыру мәселесінен. Соның мәселе, жалпы осы жобалар бізде 25 жылға дейін жылыжай дамыту арқылы арнайы жол картасы бар. Соның үшін көзделген осы шаралар. 14 мамыр күні Сейтжан Мұқырлы ұсынысы бойынша біздер теңіз жағасында көп кәсіпкерлер бар, айналысып жүрген, каяки бар, әртүрлі кемелер бар. Соған да одан әрі дамыту үшін олар да мысалы өз қаражат есебінен алады. Осындай қазір министрлікке біз тиісті ұсыныс жібереміз. Жалғыз тау-шаңғысы емес, біздің өзімізде теңіз жағасында осы арнайы құралдар туризмге арналған субсидиялар бойынша өтемақы қарастырылсын деп. Жалпы біздің акимат жергілікті атқарушы органдар желісі бойынша бізде өзімізде 5 осы мемлекеттік қолдау шаралары бар. Өзіңіз көріп отырғандай туристік қызмет объектінің салу, реконструкциялау кезіндегі шығындар өтеу 10%. Осы мемлекеттік қолдау, осы субсидия бойынша бізде де биыл 2 отырыс өтті. Бұл бірінші отырыс 31 қаңтарда манағы жаңа айтылған Каспий Лайф жеке кәсіпкер Адекова осы мемлекеттік қолдау алды. Бұдан басқа Ақтау қаласында 8-ші шағын ауданда достық бизнес отель деген оларда осындай 10% жеңілдікті алды. Және де 12 наурызда Әнуар деген жеке кәсіпкер олда да осындай демалыс орны базасын мақұлданып, ол енді бұйырса осы жылдың аяғына дейін 10% алады. Екатеринбург қалалары рейстер, чартерлік рейс, алғашқы чартер рейс ашылып, 100-ге жуық туристер келді. Бұл туристер Маңғыстаудың жерлерін, көріктерін танысу, тарихымен, мәдениетімен танысу өте белсенді жұмыс жүргізуде. Алдағы уақытта 4 маусымда Сочи қаласынан рейс күтілуде. Бұдан басқа облысымызда теміржол қатынасымен халықаралық 2 бағытта Астрахан мен Нүкіс және ішкі бағыттар 6 бағытта жолаушылар тасымалы жүргізіледі. Жалпы туристік өнімдер қалыптастырумен және ішкі туризм айналысатын біздерде 17 туроператоры 234 туристік маршруттар соқпақтарды қалыптастырды. Олар өздерің көріп отқандай, біздер енді туризм мемлекеттік қызмет көрсетеміз, яғни арнайы тур лицензия береміз. Соның ішінде осы лицензия бар 17 туроператор жұмыс жасауда. Жалпы енді былтыр біздерде бірқатар туризм басқармасымен бірқатар іс-шаралар өткізілді. Айта кетсек, ол YouTube арнасында Маңғыстау Орел и Решкасының телешоуы және Беларусь түсірілімі тобы Dream Travel. Бұлар мысалы Орел и Решка Маңғыстаудың бейнероликінде 500 мыңнан астам қаралған түсірілімдер. Dream Travel'дан уже 200 мыңға жуық қаралған. Сонымен қатар қазақ туризммен бірлесіп бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен ішкі шара өткізілді. Тамыз айында
Марс пейзаждары фото көрмесі ұйымдастырылды. Бұдан басқа қыркүйек айында Қазақ География Республикалық қоғамдық бірлестігімен қолдауымен ЮНЕСКО-ның Japan Fit халықаралық конференция өткізілді. Өздеріңізге белгілі премьер-министрмен 15 қыркүйекте Ақтау қаласында халықаралық форум өткізілді. Бұдан басқа Риксон шарасымен осы өңірдің туристік орындарын танымал ету үшін Kia Go автошеруі және де Риксон аумағында Принципул алаңшасында Родной Фест Сквер Пикник деген фестивальде өткізілді. Бұдан басқа біздерде осы Маңғыстауда көп жүретін туристер жерлер анықталып, топ 30 туристер қызықтыратын тартымда орындар анықталып, осы жерлерге біздер арнайы навигациялық белгілер мен көрсеткіштер аншлагтар орнатылды. Сонымен қатар осы жерлерге арнап 3 тілде бейнероликтер әзірленді. Сонымен қатар біздерде арнайы Маңғыстау Travel туристік порталы 3 тілде жұмыс жасауда. Бұдан басқа осындай гидтер мен экскурсия жүргізушілердің сертификаты мақсатында елу гид пен экскурсия жүргізуші оқытылып, тиісті сертификаттар берілді. Жалпы туризм саласында біздерде бірқатар стратегиялық құжаттар іске асырылуда. Бұл өзіңіз сайтта көріп отырғандай, Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 23-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы, 24-27 жылдарға арналған Маңғыстау облысында туризм дамыту жол картасы, топ 20 басым туристік аймақта дамыту шеңберде, 23-25 жылдарға арналған жылы жағажай аумағында туризм дамыту жол картасы. Бұдан басқа өзімізде өңірімізде Маңғыстау облысының дамыту жоспары бар, кешенді жоспары бар, және де осы амандық партияның салған бағдарламасы да бар, осы туризм дамыту бойынша. Жалпы туризм дамыту жоспарлары біздерде айтылған құжаттарды іске шараларды уақытылы және сапалы іске асыру, Маңғыстау Travel порталды, туристік порталды ілгерілету, және осы әлеуметтік желілерде Instagram, TikTok контент құру және ілгерілету, Маңғыстау облысының ұлттық және халықаралық деңгейде ілгерілету мен маркетинг, ауылдық жерлердегі қонақ үйлер жобаларының бастамашылары үшін семинар тренингтер өткізу, тиісті ақпараттар турлар өткізу. Жалпы жоспарымыз осындай. Ақтау қаласында, Маңғыстау қаласында одан әрі халықаралық деңгейде, ұлттық деңгейде көтеру, ілгерілету, брендін имиджін көтеру. Және осы Түркия аясында осы біздің түріктің елдеріне, Түркия, Азербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан баруды жоспарында роуд-шоу дейміз ғой, Маңғыстауда апарып. Жалпы енді ол біздің имидждік мероприятиелеріміз, іс-шаралар. Статистика өзі көріп жатқандай бүкіл трендтер айтылып жатыр, туризм өсіп жатыр. Бірақ дегенмен де өсумен, бірақ өзіміздің манағы мәселе бар, проблема мәселелер. Ол шынын айту керек, ол мойындау керек. Ол біз мойындаймыз. Мына туристік нысандарда өздеріңіз көріп жатқандай әлеуметтік желілерде қоқыс деген мәселесі әлі де өзекті мәселе. Бұл жағынан біздер табиғи реттеу басқармасымен бірлесіп, қала және аудан әкімдіктерімен бірлесіп, осы көп желетін туристерге, көп баратын туристерге жерлерге арнайы контейнерный сброс дейді, раздельный сброс дейді, мусорды, соны орнату керек. Бұдан басқа қазіргі таңда кейбір аудандармен өздері мердігер анықтап, жинапас тазалау жұмыстары уже бастады, жүргізіп. Бұдан басқа қауіпсіздік мәселесі бар. Қауіпсіздік мәселесі, мысалы өзіңіз білесіз, Бозжыраға өте адам көп келіп жатыр. Статистик мәліметтеріне сүйенсек, 23-те Бозжыраға 3,5 адам барған екен. 22-де 1080 ба сондай. 3 есе арттыруда. Көбінесе манағы верхний панорама дейді ғой, манағы бұрышқа баратын. Сонда кезде қазір бізде табиғи реттеу басқармасымен бірлесіп, Бозжыра енді Жабайышканскі заказдық қой. Сол табиғи реттеу басқармасына бағынысты болғандықтан біздер қазір олар қазір ойластырып отыр, ана арнайы барьер алып қоямыз да, чтобы туристер жамайтпай жақшоқтан желмен ұшып кетпесін деп. Сондай сонда біз жоспарда бар орналастыру. Бұдан басқа қазір таңда қандай қауіпті жерлер бар, қандай қауіпті объектілер бар, соны анықтап, тиісті осындай шаралар қабылдаймыз. Жалпы осындай мәселе бар енді. Теңіз жағасында да бар. Теңіз жағасында мысалы кейбір адамдар айтады бізге, ана нелерде катамаранда да, судоходтарда не жоқ екен. Огнетушитель жоқ, жилетка жоқ.
Бұл да мәселе қазір өзімізді қолға алып жатыр. Тиісті манағы жолаушылық басқармасымен бірлесіп, полиция департамент бірлесіп түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Енді біздер мал бизнесті тексере алмаймыз ғой. Бірақ дегенмен де түсіндіру жұмысы арқылы оларға кәсіпкерге айтып, түсіндіріп, осындай нелерді, кемшіліктерді жою туралы біз береміз тиісті жұмыстарды. Жалпы қысқаша осындай баяндама.